Құрметті ұстаздар, оқушылар, бүгін біздің компьютерлік сауаттылық бойынша үйірмеміз бойынша ата-енеміз болған байқау, цифрлық сауатты оқушы байқауы деп алып отырмыз. Яғни оқушыларымыздың қаншалықты цифрлық сауатты екендігін анықтайтын боламыз. Барынша оқушыларымыз өз білімдерін көрсететін болады. Бұл байқаудың мақсаты оқушының цифрлық сауаттылығын ашу, компьютерді еркін қолдана алады ма, сол дағдылардың барлығын меңгеру. Сонымен қатар жаңа білімдерді игеруге қабілетті болуға үйрету. Яғни осы жұмыстарды көрсету барысында біздің оқушыларымыз әбден ізденді, дайындалды, көптеген еңбек сіңірді. Өздеріне жаңадан таныс нәрселер үйренді, біраз қиындықтар болды. Оңайлықпен келген жоқ. Сол үшін мен ойлаймын, алдағы уақытта тек қана бір айтишник болу немесе информатиканың мұғалім болу емес, кез келген салаға білу қажет, компьютерлік дағдыларды. Енді болашақта мейлі бизнес саласы болсын, кез келген салада болсын, бұл балдар мен ойлаймын, қандай жаңалық шықты, дереу өз беттерінше ізденіп, зерттеп, істеп кетеді деп ойлаймын. Солай ғой, өйткені осының барысында бір ізденді деген жұмыстар атқарды. Сол үшін сәттілік тілеймін барлықтарына. Ендеше бастаймыз. Бірінші кезекте Бақит Айназды шақырамын ортаға. Апайларымыз сұрақтар қояды, барлығына дайын боламыз, оқушылар. Саламатсыздар, құрметті мұғалімдер. Мен бүгінгі қойған презентациям 3 жобада болады. Ең бірінші бізде Google Drive, яғни Google Диск. Одан кейін Learning, Arena Learning Forest. Қазір оларға жеке-жеке түсініктеме беріп, қандай жұмыстар атқаратынын түсіндіріп кетемін. Ең бірінші бізде Google Диск. Яғни бізде телефонымызда немесе компьютерімізде памятьті жетпей жатқан кезде арнайы память босатып беретін, 15 гигабайт көлемінде босатып беретін, біршама өзіңізге керек емес немесе керек болып қалу жағдайы мүмкіндігі бар приложенияларды, файларды сақтап қоюға арналған программа. Бұл әлі телефондарда болады, бірақ көптеген адамдар бұны орнына қолданбайды. Мысалға біз өзімізге керек болып қалуы мүмкін приложенияларды осының ішіне салып қойып, өзіміздің телефонымыздағы памятьті немесе ноутбугымыздағы памятьті үнемдей аламыз. Ал енді Google Дискке жұмыс жасау. Бұл жерде Google Дискте қалай жұмыс істеу керегін және де оның ішіне не салуға болатынын, мен осы фотоларды қойып қойған болатын. Ең бірінші біз Google платформасына кіріп, оның ішіне арнайы Google Диск жазып, кіріп, ішіне аккаунтымызды сақтап етіп, керек файлдарымызды орнатып, немесе бір әсіресе мұғалімдер көптеген жұмыстар жасағандықтан, көптеген өзінің сайыс сабақтардағы немесе бір тесттерді осының ішіне салып қоюына болады. Ал келесі Learning Apps приложениясы немесе сайты. Бұл Learning Apps приложениясы бізге оқушылардың білімдерін немесе өзіміздің жан-жақты ізденуімізге көмектесетін приложение. Мысалға мен өзім бір сабақты түсінбей қалдым, немесе қосымша тағы іздегім келетін болса, осы приложенияға кіріп, өткен тақырыпта кішігірім шолу жасап, немесе осының арнайы ішінде тапсырмалар бар. Яғни бұл приложение бізге арнайы оңай тапсырмаларды немесе қиындатқан тапсырмаларды құрып береді, немесе өзімізде құруымызға болады. Осыған байланысты мұғалімдер жаңа сабақты түсіндіретін кезде осы приложение арқылы оқушылардың білімдерін сынайды. Ал енді Learning App'та жұмыс істеу. Learning App'қа кірген кезде ең алғашқы беті осылай ашылады. Одан кейін барып арнайы все упражнения немесе новые упражнения. Все упражнения әртүрлі категорияға немесе пәндерге сай тапсырмалар, өз деңгейіндегі тапсырмалар бар. Мысалға, әртүрлі пәндер де бар, биология, ағылшын тілі немесе информатика пәндер сияқты тапсырмалар беріледі. Ал новый приложение ішінде біз өзімізге керек немесе өзімізге ұнайтын приложение создавать етеміз. Және де Learning App'қа кірген кезде біз новый аккаунт создавать етуге болады, немесе создавать етуге кіруге болады. Егер нарықта бір арнайы тапсырма орындалды, егер ол дұрыс болғанымызды өзі тексеріп береді, дұрыс емес болғанымызды дұрыс емес деп шығарып береді. Ал үшінші бізде Render Forest атты видео редактор. Render Forest бізде қазіргі таңдағы көптеген моделографтардың немесе жас моделографтардың қолданысында болып жатқан арнайы видео редактор. Біз бір жерге немесе бір салаға арнайы реклама жасайтын болса, мысалға бір кафеге реклама жасайтын болса, осы приложениені қолданып, әртүрлі шаблондармен өзінің әдемі сценалары арқылы қолданып, осындай әдемі видео жасауымызға болады. Мен осыған байланысты бір видео жасап келген болатын, сіздерге көрсетейін. Цифрлы сауатты оқушыға арнап жарнама ретінде. нешемен жіберген болатын ұстаздарға, сол сияқты осы бағдарламаны пайдалана отырып жасаған. Бұл бағдарламаны пайдалана отырып,
саласына арнайы видео жасаған болатынмын. Яғни дебатта қазір өзекті тақырыптардың бірі біз жауап бізде шын пікірсайыс атты клубы бар. Осы клубтың мүшелері жақында ғана осы 22 күні біздің мектептің атынан шығып кубок алған болатын, яғни басшылығын жеңіп алған. Осыған байланысты мен сол видеоны фотоларды қостым. Пікірсайыс негізі көп жерлерде жай ғана ұрысу немесе пікірталастыру деп түсінеді, бірақ негізі дебат деген нәрсе бізге көптеген нәрселерді үйретеді. Іздену, ойлау, даму және басқа да мүмкіндіктерді бере алады. Осы жақында ғана информатика апталығында біз осы Қазақстандағы IT саласын дамыту жолындағы пікірсайыс клубын кешін өткізген болатынбыз. Және ол кеште біз цифрлық сауаттылықты Қазақстанда қалай дамыту туралы өзекті проблеманы қозғаған болатынбыз. Яғни осы арқылы біз пікірсайыстың дебат клубының пайдасын біле аламыз. Ал енді Render Forest-та қалай жұмыс жасаймыз? Render Forest-та мен өзімнің аккаунтымды создавать етіп, кәдімгідей ізденіп қараған болатын. Ең бірінші біз өзіміздің аккаунтымызды создавать етеміз, оның ішінде арнайы әртүрлі салаға, немесе бизнес саласындағы, IT саласындағы кез келген салаға арнайы өзінің шаблондары бар, арнайы өзінің сценалары және де өзінің ұсынатын видеороликтері бар. Мысалы, мынандай видеоны ұсынып сізге көрсетеді, сіз соған байланысты сіздің шаблондарын таңдап видеоны жасайсыз. Видеоға кірген кезде өзіңіз бір уақытша сақтап қоятын болсаңыз, ол моя видеоның ішінде тұрады, өшіп кетпейді, тұрады. Кез келген уақытта алып, өңдеп басын сақтай саласыз. Өте тиімді. Және де оның ішінде осындай арнайы сценалар болады, кез келген сцена деген яғни соның ішіндегі бір фото-видеоға арналған алаң сияқты. Өзіңіз кез келген сценасын фотоға болса, фотоға, видеоға болса, видеоға қосады. Және өзінің музыкасын, стилін өзгертуге болады. Кез келген уақытта кіріп, өңдей саласыз, өзіңізге керекті фото-видеолар алып қойып саласыз. Және уақыт фото отырмайсыз, өзіңізге дайын әдемі шаблондар тауып береді. Ал менің айтқаным және ұсынған жұмысым болса, сіздерге пайдалы және тиімді болды деген ойдамын. Тыңдағандарыңызға рахмет. ұсыныстарыңызды жазып отырып, балдарыңызға бере отырыңыздар. Екінші кезекте Қайсар ортаға шақырамыз. Сәлеметсіздер, құрметті оқушылар мен мұғалімдер. Бүгін мен ондай тақырыптарым Свифтхом және де пилот аниматоры және де QR-код сайт. Осы түрде қозғаймын. Бірінші тақырыбым менің Свифтхом 3D бағдарламасы. Бұның ішінде біз үйдің проектін сыза аламыз. Мына жерде екі форматын сызып, екеуге мынақан 3D форматын шығарады. Және де мен осы Свифтхом бағдарламасында өзінің проектімді шығардым. Яғни Свифтхом бағдарламасында жасаған қалай қысқартқан әр бөлмеге сай мына жерде жиһаздарды қойып
ендігі қозайтын тақырыбым пивот аниматор без бағдарламасы. Бұл жерде өте оңай болады. Анимация жасау программасы бұл. Бұл екі форматтағы анимация жасау бағдарламасы. Бұда кәдімгі стик фигуралармен анимация жасай аласыздар. Стик фигура дегеніміз стик деген таяқша, ал фигура деген модель деген білдіреді. Осы бағдарламада мен кейбір тақырыбында анимация шығардым. Осы таяқшаларда не болған таяқшаларыңыздар? Өздеріне таныс балдармен қазіргі таңда балдар назарын аудару мүмкін емес. Өздерін таныс кейіпкерлерін жасап не деген эмоциялар жатыр мына жерде, қуану, қорқыну деген сияқты жауаптар кетіп жасау оңай емес. Олар біртіндеп жасалатын емес. Ендігі тақырыбым QR-код. QR-код дегеніміз сайтқа бересіз. Міне осы QR-кодтарын жасағам. Осы QR-кодтарын мен QR-шрифт сайтта жасағам. Не себепті QR-код шрифтті таңдаған себебім ол басқа сайттарда өзінің күндік мерзім болуы мүмкін, ал бұда мерзім болмайды. Яғни басқа сайттарда күндік мерзім болса, ал бұда сканермен мерзім болады. Яғни мың рет сканерлесе, сол кезде барып сұрап кететін болады. QR-кодты қайтып қолданамыз. Бұны біз камераға түсіріп, ішіне кіретін боламыз. Бұның тиімділігі неде? Қаншалықты тиімді бізге QR-код жасауға? Заттарымызды оңтайландырады және де заттарымызды іздеуге уақыт жұмсамайды. Тек қана сканерлеуді жасаймыз. Дереу қолжетімді болады, көптеген мәліметтер кішкене бір ғана суретке сүйрестіретін болады. Тиімді. Ендігі тақырыбым өзімнің жеке сайтым. Мен бұны Wixstone сайтында жасадым. Ода конструктор бәрі тегін болады. Бұл жерге қалған заттарымызды қоя аламыз. Өзіңіз тұр ақпаратты және де видеолар бәрі қоя аламыз. Мына жерде тұрған екі платформа. Мына жерде өзіміздің YouTube каналы бар. Бұл жерде өзіміздің видеоларын көре аламыз. Ал мына жерде мен басқаның нөмір тұрады. Егер өзің бассаңыз, тікелей мен басқаның нөмір көре аласыз. Өзінің жасаған сайты қараңыздар. Және де бөлімдерді қоя аламыз. Егер де мынаны басын болсаңыз, сіз осы видеоларды көре аласыз. Мұнда бірнеше видео жүктелген. Сынақтан көріп тамашалай аласыздар. Бізде отыру керек қой, ішіне. Иә. Мегабайт албайды. Мына видеоларды көрсетші. Сайтқа. Бұл QR-кодқа тиісуге болады. Ішінде мына сайттың ссылкасы берілген. Бас суреттің ссылкасы берілген. Егер де осы сканерлесеңіз, бас суретіне өтіп кетеді осы сайт. Қазір жасаған сайттан өте аласыздар. Иә, осында мына жерде кітапханаға жаңадан көптеген оқулықтар келді ғой. Оқушылар мектеп жобасы бойынша. Оқушылар мұғалім білетін қандай кітаптар бар екенін мына жерде көреді, сканерлейді, осындай кітаптар бар екен ғой деп біліп барып ала береді. Мына жерде көрсетіп жатыр. Мынаның барлығы ұлтыға, немесе олимпиадаға дайындалушы оқушыларға мұғалімдерге құнды дүниелер бар. Негізінен шығарып, әнімізде негізі көрсетсе мынаның барлығы қандай типтерге жасауға болады? Кейбір телефондан алып, QR ашпайды. Play Market'те осындай QR сканерлейтін қосымшалар бар. Сол арқылы сканерлесеңіз.
кейбір смартфондардан камерадан кіріп кетеді, кейбіреулерінен кірмейді. Ол кезде қосымша видеоларға да кез келген сілтемеге жасап қоюға болады. Бұл жерде нелер бар? Мына жерде автобус мектебіне тұсастыру берген, егер десеңіз нөмірі бәрі ақпарат бар. Мына жерде мектептің фейсбугі бар, ал мына жерде мектептің инстаграм парақшасы бар, ал мына жерде YouTube каналы бар. Экранға қандай әсемі мына фондарды өзгертуге болады ғой, мәселе? Неше түрлі Фондар ішінде бар. теңізді кез келген қоюға болады. Тамаша, бағалап отырыңыздар. Келесі оқушымызды ортаға шақырамын. Нұрмағамбет Жанарыс. Саламатсыздар. Бүгін менің алған тақырыбым Python, яғни программалау жөнінде. Өзіміздің сыныпқа арналған осы Python программалаудың ішінен өзіміздің сыныпқа арналған жеті алға бетпен сапа деп сөз жазып шықтым. Не деген еңбек? Оның программасы. Мына жылшылармен толтырып қойсы деген үлкен еңбек қой. Шағылықта қажет ететін қазір көрсетейін. Орындауға жіберген кезде шықты. Кез келген оқушы оны жасай бермейді. Екінші дамытқа дұрыс символ емес, приказ емес. Кәдімгі тұтас сөзді Осыдан кейін өзім бір оңай тақырыпты алдым, сосын оны өзім күрделі қылып өзгерттім. Оны соңынан шықты. Одан екі есе күрделі. қай жерде өзгеріс жасауға болады? Бұл жерде оның түстерін өзгертуге болады, және түстерін өзгерткен кезде маяға түстерін дұрыстап қоймаса ол қате деп шығарады. Оның үстіне ол 360 градусқа айналып кетеді, ол мынау. Егер 360 басқаша градус болса, онша дұрыс шықпай қалады. Сосын спид ол оның жылдамдығы, жылдамдығын минус қылып айтатын болса, ол қайта жылдамдатады да, ал плюспен жазатын болса, ол оның баяулады. Мына жерге қосады, сосын қосылған кейін қанша түс болды, соның санын жазып қою керек. Қай жерге жазамыз? Мына жерге тағы да түстер қосуға болады. Мына жерге кәдімгі тоқыма сияқтымен жасаған болатын, ол көшпей қалыпты. Мына жерге қосына береді. Мына жерге неше түс қосты? Мына жерде сол бірге өзгертіп отырады. 10 түс болса 10 деген сияқты. Пигеймді жасадың ба? Цифр. Яғни түстер көбейген кезде жылдамдығын арттыру керек болады ғой. Сол кезде спидке барып жылдамдығын береміз. Антифонды да қалыңдатып, жіңішкелік қалыңдығын да беріп өзгертуге болады. Кәдімгі тоқыма сияқты шартты. Келесі бізде Саламатсыздар оқушылар және тағдырлар. Бүгін мен айтатыным ол сайт дегенде және де Шахзад Итумет экономист презентация проект сайттар туралы айтып жүрмін. Ал салықтың мақсатына келетін болсам, бұл сайт деген не туралы айтамын, сосын қалғанда 4 сайт туралы айтамын. Сайт дегенімізде ол ағылшын тілінен аударғанда веб-сайт деген шынау желі деген білдіреді. Желідегі дұрыс дегенді де белгілі бір адамның немесе компанияның электрондық құжаттар белгілі бір адресі мен домен бойынша жиналған орны. Сайттың қажет түрлері бар. Сайттың түрлері көп, олар интернетке ең көп тараған
түрлеріне ғана атап өтетін болсақ, бірінші ақпараттық сайт, яғни адамдардың ақпараттық қамтамасыз етіп отыратын сайттар, көбінесе осындай сайттар жаңалық сайттар болып табылады. Екінші, көңіл көтеру. Осы секілді сайттарда адамдар бізге бір-бірімен сөйлесе алады, немесе қызықты оқиғалар оқып біле алады. Шазам деген бірінші сайт болады. Шазам дегеніміз ол қолжетімді қолдануға кез келген кино, кез келген музыканың атын тауып бере алады. Шазамға біреуге ақпарат, сандық технология амбебап қол жеткізуге дейін мейрамханалардағы барлардағы немесе дүкендердегі музыканы анықтау мүмкін емес еді. 2000 жылы құрылған Шазам музыканы идентификациялау қолжетімді шешімін ұсынды. Компания табысты бірінші кезекте жолдамалар арқылы алады. Платформа пайдаланушыларға контент дистрибьюторлар арқылы музыканы теледидар Шазамды музыканы іздейтін zaman атын іздеп жүрмейсің да, сол Шазамды тартып аласың, сол жерде Шазам деген басасың, сол жерде ол әшейін дауысын естісе, ол киноны кез келген музыканы тауып бере салады. Күнді қойып берген, естірту керек болған, иә? Жоқ, аккаунт керек емес. Итумет дегеніміз ол видео скачать ету ютубтан 100% деген веб-сайт, ешқандай вирус жоқ. Итумет туралы видео скачать ету ма? Ютубтан. ютубтан видео көресіздер, керек болып тұр, сол кезде ютубке кіріп Сервер қандай артықшылығы бар? Ешқандай вирус жоқ. Бұға вирус болмайды, ешқандай. Тегін берсек. тегін ба? жүктеле алады. Итумет өте қауіпсіз, ешқандай вирус жоқ, зиянды бағдарлама жоқ, есепті резман тіркеудің қажет жоқ. Жүктеп алғыңыз келетін сілтемені іздеңіз немесе қойыңыз. Үйлендіру процесін бастау үшін бастау түймесін басыңыз. Жүктеп алғыңыз келсе, бейне аудио пішімін таңдап жүктеу түймесін басыңыз. Сол арқылы жүктеп алуға болады. Этомес сайты. Этомес сайты туралы без ақпарат. Бұл біріншісі онлайн қолдануға болады, екіншісі 100% тегін веб-сайт. Ол тегін. Үшіншісі триллер редактор, кәдімгі класстың ішінде жүргендей көрінеді, триллер. Төртіншісі дайын дизайн. Дайын дизайнымыз дегеніміз шаблондар болады. Қалаған тақырыпта. Презентацияны.ру сайты туралы ақпарат. Бұл сайт қандай пайдасы бар? Бұл жерде бұл шаблондар бар, PowerPoint деген бейс деген сияқты бар. Мен осы соны қолданамын бұл жасау үшін. Бұл да сол сияқты, бірақ бұның ішінде орысша бірақ тегін ғана презентациялар болады, PowerPoint арналған. Өзіңізге келтіріп өзгертіп алуға болады. Ол 100% тегін веб-сайт, онлайн, тегін дизайн, тегін презентация, бірақ ол орысша оны өздеріңіз орысша қазақша аударып істеп алсаңыздар болады. Қалаған тақырыпта. Назар алыңыздар. Өзі енді тағы да жұмыс қосқысы келген, мен көздерден артық ағарай қосқысы кетсек қысқартқан болатынмын. Өте құнды ақпараттар беріп кетті. Сәлеметсіздер ме, құрметті мұғалімдер. Бүгін мен қорғайтын тақырыптарым ордау және поэзия және диаграмма. Ордау біз интерактивті және баспа материалды жасауға арналған көп функционалды құрал табылады. Біз ордауда көптеген қызықты ойын тапсырмаларды жасай аламыз. Ең алдымен құрылымға ордауды біздің ордаудың сайтына кіреміз. Ордауға кіргеннен кейін біз шаблон таңдаймыз. Бірақ бізде шаблон таңдайтын алдын біз ордауда бірінші аккаунтымызды тіркеуіміз керек. Аккаунт тіркегеннен кейін біз ордауда тек қана 5 тапсырма істей аламыз. Егер одан көп тапсырма істей келеміз десе, оған ақша салу керек. Және шаблон таңдайтын кезде бізде про шаблондар деген бар. Оны да біз ақша емес сақтауымыз керек. Және де ордаудың бір ерекшелігі бір рет жасалған тапсырманы қайтып орындауға болады. Және де оны өзгертеміз. Мысалы, әртүрлі дизайнерді өзгертеміз. Мысалы, колесо портында бесін арқылы тұрса, біз оны ауыстыра аламыз. Және де колесо портындағы случайный карта, поле деген шаблондарға ауыстыра аламыз. Яғни бір рет жасалған тапсырманы әртүрлі үлгіде ұсына аламыз оқушыларға. Және де оның настройкасында біз оның шрифтін таймерін анықтай аламыз. Келесі бізде квизді біз кірген кезде аккаунтымыз тіркейміз. Одан кейін сызда тектормен ұйымдасып, контрольный опрос деген басамыз. Осы жерде біз шаблон таңдаймыз. Бұл жерде біз көптеген шаблондар бар. Мысалы, рисовать. Яғни біз рисовать, яғни сурет салу арқылы
оған сұрақ қойсақ біз олар бізге сурет салу арқылы жауап береді. Және де бізде квиздің бір ерекшелігі біз сұрақ қойған кезде біз оны жазу арқылы сурет, аудио, видео арқылы түсіндіре аламыз. Және де үште таймерді алып тастауға болады, және де көбейтуге болады. Ал келесі бізде диаграмма түрлері. Не деген керемет диаграммалар байқап тұрсаңыздар. Қандай мақсатта қолданылады? Бұл диаграмма бізде бұл диаграмма яғни қадам, яғни алдыға жетелейтін диаграмма. Оны көбінесе ашық сұрақтарға қолдануға болады. Бұл диаграмманы біз PowerPoint деген сайттан алып отырмыз. Бұл бізде 3 жылдық, яғни 5-ші сынып, 6-7-ші сыныптағы менің алған жетістіктер, яғни 2-ші маусымда информатика көшбасшысының бас жүлде алдық, қабілеттен 1-ші орын, жас топтан 1-ші орын алған болатынбыз. Ал бұл диаграмма жаңағы диаграммадан әлдеқайда жақсырақ болып келеді. Себебі бұның алдындағы диаграмма бізде 3 жылды қамтыса, бұл 8 жылды қамтитын диаграмма. Қазір 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін көріп отырмыз. 2027 деп біледі екенбіз, 11-ші сыныпта. Мына жерге біз өзіміздің бір мәліметтерімізді берсек болады екен. 5-ші сыныпта қалай болды, мүмкін суреттер қоямыз, видеода болады. Статистика 4-те 5, 6, 7, 8 деп, 1-ші сыныпқа дейін. Бұл диаграммалардың барлығы әртүрлі мақсатта қолданылады ғой, өзімізге қажет. Соңған ана орындауда ше, тегін шабуыл мен планның шабуылын салыстырып көру ма? Байқаймын сол Түрлі шаблондарда бізде көптеген қызықты ойындар бар. Мысалы, бізде әшейін шаблондарда тек қана сұрақ жауап, басқа да қарапайым. Ал прода кәдімгі қызықты да. Сондай болу керек қой. Қанша теңге екен? Бір төлемі қанша теңге? Сондық төлем бар. Төлем бар, мысалы төлейді ма? Айына төлейді ма? Айына. Қанша теңге? Ода да өзгертуге болады ма? Дайындап қойғанында Мінекей. яғни тоқтап қала ма? Дайындап төлеген. Жазып қойған екен, мына жерде скриндап қойған. айына мысалы Заңға мысалы бір айға төлемнің жасап қойдың 3 үй. Сосын қайтадан өзгерте бересің ба? Төлемің өтіп кетті да, ертең төлемеді. Өзгерте бересің жасайтын онда, иә? Мін зерттеу деген осы. Молодец. Өте керемет құнды ақпараттар беріп отыр. Әрқайсысы бесінші жайдан жай тақырып алып отырған жоқ. Ендігі кезекте қалдыңызға шақырамыз. Маған берген тақырып, менің презентациямның тақырыбы негізінен мектеп қабырғасындағы қағидалар. Қағидалар негізі өте көп. Қағидалар тәрбие адам тағалатымен тең, яғни бұл мақалды бастарына келетін болсақ, Әл-Фараби ғұламамыз айтып кеткендей, тәрбиесіз берген білім адамның қас жауы. Яғни егер біз қанша жерден жақсы білім алып тұрсақ та, біздің тәрбиеміз болмаса, ол біздің нағыз адам екенімізді дәлелдей алмайды. Келесі қоғамдық жұмыстарға белсене араласу. Қоғамдық жұмыстарға белсене араласуымыз қажет. Оқушы мәдениеті, әрбір оқушының өзіне деген сипаттығы, оның сыртқа жеңіл мәдениеті деген. Оқушының мәдениеті әрқашанда бірінші орында болу қажет. Келесі мектеп оқушыларының мінезі. Мектеп оқушылары әрдайым өз мінезін сақтап жүру керек. Яғни олардың өзіне қажет формалары және де оқушылардың қыз балалардың шашына бантиктер, яғни олардың бәрі қазір мектеп мінезі қатаң сақталуда. Келесі мектеп тәрбие жүйесінің бағыттары. Яғни мектеп тәрбие жүйесінің бағыттары 8 бағытқа бөлінеді. Рухани тәрбие, азаматтық тәрбие, зияткерлік, көп мәдениетті және экологиялық тәрбие, экономикалық тәрбие. Бұлардың барлығы бізді осы тәрбие жүйелеріне қарай тәрбиелей алады. Келесі қағидалардың қалыптасуы. Яғни бізде бірінші, жаңа басына айтып бірінші бізде тәртіп болу керек. Тәртіп арқылы біз кез келген бәсекеге көтереміз. Және біздің мәдениетіміз болу керек. Одан кейін білім. Және қағида, біз өз қағидамызды өзіміз қалыптастыруымыз керек. Әрбір адамның өз қағидасы болады. Яғни біздің мектептегі қағидамыз, отбасымыздағы қағидаларымыз, яғни осы қағидалар бөлінеді. Келесі бізде оқушы ережелері. Әр оқушы өз бойында Қазақстан Республикасының жас азаматының жоғары адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға міндетті. Ғылым мен білімнің негізін қалап, өз білімді жетілдір. Яғни ғылым мен білімімізді қазіргі кезде білім мен ғылым болмаса біз ешқандай не істей алмаймыз, білімді ұрпақ бола алмаймыз. Сондықтан біз ең алдымен ғылымымызбен
мен білімімізді жақсы дамытып жетілдіруіміз қажет. Келесі сабаққа кешікпей таза, ұқыпты түнгі сабаққа керекті құрал-жабдықтарымызбен дайын келуіміз керек. Сосын ең бірінші мұғалім талабына сәйкес күнделікті курсет және күнделікті үй тапсырмасын орындауымыз қажет. Мектеп қағидаларына сәйкес мектеп қағидаларын ережелерін сақтай білуіміз қажет. Келесі қоғамдық өмірге белсене араласып, өзіңді саналы түрде болашақ мамандық таңдауға дайында. Яғни біз бала кезімізден қандай жұмыс жасайтынымызды, қандай мамандықта жұмыс жасайтынымызды шешуіміз керек. Яғни сосын өрт қауіпсіздігі, жол ережелерін оқып білуіміз қажет. Біз бұлардың көп тәрбие сағаттары өткенбіз, өрт қауіпсіздіктері туралы, жол ережелері туралы, өзімізді қалай ұстауымыз керек жайлы, соның барлығымыз көптеген тәрбие сағаттарда өткен болатынбыз. Және мектептің қоғамдық мәдени іс-шараларына оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымына белсене қатысуы. Әр оқушы мектептегі қоғамдық мәдени іс-шараларға үнемі белсене қатыса білу қажет. Және сол кезде біз баланың қаншалықты ұйымға белсене қатысқанын байқай аламыз. Ережелерді берген, өзі ізден қосқаны бар. Сонымен бұл әрбір оқушы танысу керек презентация болып тұр ғой, дайын материал болып тұр. Тәрбие бағытында Қандай бағыттар бар, оқушының ережесі қандай, қалай болу керек, бұның бәрін өзі құрастырды. Міне әдемі жасалған презентация. Бірінші болып сіздер көріп отырсыздар. осыны именно осыны астындағы неге қою керек қой тақтаға. Әрбір оқушыға бәрі әсер етеді. Бұның әрқайсысы керемет жұмыс болды, әрқайсысы құнды, жайдан жай алып маңызды деген, өзекті деген келесі бізде тамашалар газетта Саламатсыздар оқушылар апайлар. Менің бүгінгі таңдаған тақырыбым изи-кузи. Бұл да өзіңе арналған тесттерді істей аласыз. Бұл жерде өте тегін. Біз күнделікті осы 90-дарда біз тест нөлдік байқау аламыз. Сол кезде интернетсіз істелетін тиімді осылай тесттер жасап, мына жерде сұрақтарды белгілеуге болады. Ең бастысы тегін десең, интернетті қажет етпейді. Қайсысы өзі жасап шығарды, информатика пәнінен түзді сұрақтарды. Отыз сұрақ дайындадым, 20-сын ол жаққа қоя алатынмын, ойнатып алатынмын істедім. Оның 3 беті бар. Ол бірінші беті, тесттің аты, екінші сол тестке сипаттама, сурет, мына жерге автор. Менің сұрақтарым 30 сұрақ. Бұл дара таңдау деген бар. Бұл жерде 2 жауап болса, 2 сұрақ болса, бірнеше таңдауды шығарасыз болады. Ал бір-ақ жауап болатын болса, дара таңдауды басамыз. Тесттің ең маңызды бөлігі бұл жерде мен 30 сұрақ құрдым, бірақ 20 сұрағынан ойнатылатын қылып істедім. Сұрақтарды қою, кездейсоқ әріптермен, кездейсоқ ретпен. Мысалы, бір балаға келетін болса, екінші балаға да бірдей келмеу үшін орындарын алмасып келеді әлі келгенде. Балдар жиынтығы. Балдар жиынтығында әртүрлі балдарды қоюға болады. Ең бізге тиімдісі балдар жиынтығы. Уақытқа шек қойылатын да бар. Уақытқа да шек қоюға болады. Сосын балалар өзінің қателігін көре алатындары да бар. Көрсету керек. Бар жақта көрсету керек. Дұрыс жауап, қайсы дұрыс жауап, қайсы барлығын көрсетіп қойуға болады. қатемен жұмыс жасап тұрады. Назарларыңызға рахмет. Барлық комиссия дерлік сөйлеуге көшіп қойса, астында қоңырауда мені қойландырса болады. Өте пайдалы. Келесі бізде Жұлдыз. Бұл жерде мен Spotify-ды таныстырғым келеді, себебі бұл жерде кез келген музыканы тыңдай аласыз, және бұл жерде рейтингпен музыкалар болады.
Біз мысалға бір музыканы тыңдағымыз келеді және поискқа кіретін болсақ, поискқа кіретін болсақ, бұл жерде әртүрлі жанрда музыкалар бар. Для тебя, чарты, бұл жақта кинолардың да, мультиктердің де музыкалар бар. Және главныйға кіретін болсақ, бұл жақта главныйға келетін болсақ, тек ағылшын музыкалармен ғана шектеліп қалмайды. Бұл жақта әртүрлі музыкалар, барлық музыкалар бар. Және бұл жерде былай кіретін болсақ, мінекей музыкалардың аттары және қашан шыққаны, қай уақытта шыққаны, қанша адам қарағаны, қандай рейтингте тұрғаны, қанша лайк, қанша адам қарағаны, қанша трек бар, бәрін көрсетеді. Және бұл жақта бір музыкаға кіріп ойнататын болсақ, бұның астында текстімен болады. Яғни әнді біз дайындалған кезде айтатын болсақ, келушіден скринавамыз болады. Бұл жерде тек қана музыканы тыңдап не істей алмаймыз. Бұл жерде сақтап қойып, кез келген уақытта біздің мысалға жақсы көретін музыкамыз болса, біз оған бүйтіп іздеп жүрмей, оны сақтап, создательге кіріп тыңдай береміз. Киноларды Бұл жақта кинолардың музыкалары да бар, мультиктердің де музыкалары бар, әртүрлі жанрда әртүрлі. Мысалға кейбір адамдар рэпті жақсы көреді, адамдар сөзін жаттағысы келеді, музыкасы ұнағандықтан сөздерін жаттағысы келген кезде оның өзінің әр музыканың астында тексті болады. Сол арқылы адамдар текстімен жаттай алады. Бұған өзінің аккаунтына тіркеліп, музыка тыңдай аласыз. Бұл тыңдайтын және интернетке жұмыс жасайды. Spotify өзі музыка тыңдауға арналған программа. интернет болмаса істемейді. Жақсы, өте жақсы. Ақмарал бізге қандай жаңалық айтып отыр екен? Құрметті төрешілер, бүгінгі менің алатын тақырыбым кинопоиск. Кинопоисктің жақсылықтары, яғни кинопоискта сіз тегін кино көре аласыз және өз уақытыңызды тиімді пайдаланасыз. Қандай уақытта біздің жұмысымызды үнемдей отырады. Және де үйіңізде отырып, және де кез келген уақытта отырып онлайн тегін кино көре аласыз. Және де кино ғана емес, бұл жерде мультфильмдер көруге болады. Және бұл кішкентай балаларға тиімді зат. Жоқ, Play Market'тен көре аласыз, өзіңізге аккаунт ашасыз. Кинопоиск тегін, тезірек, қызықты, бәрі кинопоискта бар, ең тегінсі, көңіл көтереді, және де тегін кино, және де онлайн кино сияқты. Презентациясы қандай екен? Ақмарал осы кино болған кезде реклама шығарған осы Шоуы мүмкін. Және де кинопоисктің жақсы жақтары өте көп. Біз кинопоискта фильм ғана емес, мультфильмдерді де көре аламыз. Және де ақша мен уақытты үнемдей аламыз. Қалай десеңіздер, сіздерге үйіңізде отырып, алашақта кинотеатрға барып көре жақсымен де үйіңізде отырып, және де кез келген уақытта өзіңіз тегін үйіңізде отырып тегін көретін. Онда да жаңалық. Бұл енді аккаунт ашпағаннан кейін ғана өзіңіздің қалаған киноларыңызды өшіре алады. Қандай кино көрсеңіз де болады, мультфильмдер де бар. Телевизордегі ютубтан көруге болады. Үйде қолжетімді ғой? Сол үшін үйде көре алады. Жақсы, керемет. Айшаның қашықтығы. Айшаның сынағын Амансыздар. Менің алған тақырыбым медицина. Медицина дегенде біз өлеміз дегенше ауырмайтын жолсыз деген мақал еске түсіреміз.
медицина дегеніміз не? Медицина дегеніміз бұл адамдардың денсаулығын сақтау мен нығайту, және медицина дегеніміз қазіргі таңда жас ғалымдардың және медицинаға қызығатын адамдардың сүйікті ісі, ғылыми пәндердің және сырқаттар мен аурудың алдын алуды медицина деп атаймыз, және ғылыми білімдердің жүйесі де медицина деп атаймыз. Дәрігер мамандығы ол адамгершілігі мол, жүрегі таза, кең пейілді адамдардың істейтін жұмысы. Және болашақта медицина тағы дамиды деген ойдамын. Болашақта мамандығымды таңдаған сондай осындай жүрегі ашық, кең пейілді мамандық таңдаймын. Өзіңде табиғатын көрсетті. Денсаулық қатерінің негізгі факторларын айта кетсем, ол бірінші кезекте қозғалыс күшінің кемі және денеде масса салмақтың көбеюі, жиесіз тамақтану, фастфудтар, сондай зиянды, пайдасыз тағамдарды жеу, қоршаған ортаның нысандарының барлығының көптеген улы заттармен ластануы, сосын алкогольдер қазіргі таңда мәселе болып көптеген солар көп, мысалға жастардың нашақорлануы, шылым шегуі, алкогольді пайдалануы денсаулық қатерінің негізгі факторлары болып табылады. Және тұрмыстық жағдайлардың нашарлауы, еңбек етудің қолайсыздығы денсаулық қатерінің негізгі факторы. Салауатты өмір салты және дұрыс тамақтану. Салауатты өмір салты дегеніміз ол дұрыс тамақтану, дене шынықтыру, моральдық және жаман әрекеттерден бас тарту. Салауатты өмір салтына біз не кіргіземіз? Таңертеңгі жаттығу. Бұл міндетті түрде физикалық жаттығу. Бұл денеге ұйқы кейінен сергек болуға көмектеседі, таңғы жаттығу. Дұрыс тамақтану бұл метаболизмді қалыпқа келтіреді және есте сақтау қабілетін жақсартады. Нашақорлық бұл дегеніміз есірткіші есірткіге, яғни мас ететін әсерге жету үшін қолданылған нашақорлықтың бір түрі. Жиі кездесетін зиянды әрекеттердің бірі ол шылым шегу, яғни темекі шегу. Бұл шылым шегу салауатты өмір салтына зиян келтіреді. Және қатты ұйқы бұл денсаулықты сақтаудың және иммундық жүйені нығайтудың көптеген аурудың алдын алуы жақсы тәсіл. Денсаулық сақтау шараларына қимыл белсенділігі, организмді шынықтыру, дұрыс толыққанды тамақтану, пайдалы тамақтану және зиянды әрекеттерден алшақ болу. Денсаулық сақтау жүйесі. Біз қазір, мысалға, көптеген жастарға ғой, шылым шегетін, бос уақыты болса, далада тамақтана салатын, солардың барлығы қазіргі таңда адамдардың көп ауырып келуіне зардап шегіп жатыр. Денсаулығына оқуға күштер мектеп жобасы. Қазіргі таңда өте өзекті жобамыз мектебіміз. Бұл жобаның мақсаты жастардан оқу бейімділігін, оқу зеректігін, оқу сапасын арттыру және рухани адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру, отбасылық кітап оқу дәстүрін жаңғырту, ары қарай дамыту, рухани мұрамызды сақтау және жастарды отаншылдыққа тәрбиелеу, мәдени және оқу құзыреттілігін дамыту және зейінімізді ашу. Кітап бұл өмірдің ең алғаш және қараңғы жылдарында ашатын шам тәріздес. Мысалға, біз кішкентай кезімізден кітап оқысақ, келешекте біз күшті маман иесі болуымыз мүмкін, сол кітапты оқудың арқасында. Және кітап баланы оқуға үйрете отырып, біз оның өмірін жарқын болашаққа жетелейміз және қызықты ете аламыз кітапты. Бұл Илон Маск қазіргі таңда өте танымал миллиардер. Бұл 8 жасынан бастап біздің мектебіміздегі бүкіл кітапты оқып тастаған. Соның арқасында бұл қазіргі таңда өте танымал миллиардер болып отыр. Сол кітап оқығанның нәтижесінде осы танымал кісі шығып отыр. Көптеген танымал тұлғалардың барлығы жетістікке жеткен, бай адамдар болсын, рухани бай адамдар болсын, барлығы кітап оқыған тұлғалар. Үздіксіз оқығандар. Жүргізілген рейтинг критерийлерін айта кетсем, әр сыныпта қанша оқушы қамтылды, қанша әдеби кітап оқылды, қанша іс-шаралар ұйымдастырылды, ол қалыпты жағдай. Және марапаттау жұмыстары, қандай сыныптармен тәжірибе алмасты, жарнамалар, эсселер, конференция, пікірталас, диалогтар. Әдеби кітап оқитын оқушылардың сыныптан сауалнама алған болатын. Сол сауалнаманың әсері кітап оқыған оқушыларымыздың саны. Бірнеше оқушыдан сауалнама алған екен, неше кітап оқыған, содан бұл біздің мектептен тыс іс-шараларымыз. Біздің сынып көптеген эсселерге, конференцияларға, көптеген жарыстарға қатысады біздің сынып. Соның
естеліктер, мектептен тыс іс-шаралар. маған берген тақырып туризм саласы. Туризм саласы ол Франция тілінен келді, серуендеу, жол жүру деген сөздер. Адам бос уақытында қалаған жерге барып саяхаттауы, адам ең көп келетін жер ол Париж деген өлкенің арасында. Туризмді тоқталып айтсам, туризм ол мұнай мен машина өндірісінен кейінгі 3-ші орында тұрады. Туризмнен өте көп табыс түседі. Бұл туристер туризм деген сол мәжбүрсіз, ол өз еркімен жұмыс табылсыз баратын адамдар. Мынау Қазақстандағы Бурабай көлі, бұл жерде адамдар көп деген келеді. Қазақстанда бұдан да басқа жерлер бар, мысалға. Бұл біздің астанамыздағы керемет жерлер. Сосын туристік рейтингке тоқталып айтсам, бізде ең бірінші орында Франция тұрады, екінші орында ақш, Испания, Қытай, Италия, Түркия, Германия, Ұлыбритания, Ресей, Мексика. Қазақстан ақылы кірмейді, оңарға кірмейді. Қазіргі таңда өте өзекті кең қолданылып жатқан туризм саласы, иә? Қалса кедергі түсінікке. Мораль сұрақтары шақырамыз. Сәлемдер, құрметті оқушылар, бизнес және экономика. Біз экономиканы қалай түсінеміз? Экономика дегенде қымбат және ұлы шығарылған заттарды сатып алуымыз керек. Себебі ол мерзімі өте көп және пайдалы бола алады. Және 500 теңгеге қарауымыз керек. Ол жиналып өте көп шығын болады. Мысалы келетін болса, қымбат және ұлы шығарылған заттарды сатуымыз керек. Себебі мысалы біз машина аламыз. Машина мысалы 2022 жылға ол 2030-2020 жылға шейін сатылып типон сіздерге береді. Сосын ол және ол ұзақ жолдарға, біраз тасуға өте көмектеседі. Және 500 теңгеге жай қалуымыз керек, ол жинау өте көп шығын болады дейді. Себебі мысалы 500 теңгеге жол таза әшейін 500 теңгеде ол 10 жылда 20 жылда 200-500 теңгеге шығын болады. Және кіріс пен шығыс бағалап отыруымыз керек, қажет. Оған себебі мысалы кіріс ол үйге ақша кіру, шығыс ол үйден ақша шығу деп біз түсінеміз. Кіріс пен шығысты бағалап отыруымыз керек. Кіріс пен шығысты бағалап отырсаң, біздің үйдегі бюджет өте орнынан шығып кетіп, бұзады бюджет. Және бизнес қанша теңге бөлінеді деген сұрақты қойсаңыздар, сауда-саттық екіншілік ақшалай көп бөлінеді. Бизнес дегеніміз неге сұраққа жауап беретін болсаңыз, бизнес немесе кәсіпкер дегеніміз адам өз ойын іске асыру арқылы пайда табу бағытына іс-әрекетімен амалы. Бірақ кез келген істерді бизнес немесе кәсіпкер ретінде қарастыруға болмайды. Мысалы заңға қайшы және қоғам басқармаларға мен қоршаған ортаға зиян салып келтіретін іс-әрекеттер, ұрлық, алаяқтар, алу және тағы да басқа. Бизнесте біз только айтып өткендей ұрлық, алаяқтар, алу және тағы да басқа қылмаймыз, өзімізге пайдалы және халқымызға пайдалы заттар қыламыз. Уақытты қалай үнемдейміз? Мына жерде сілтеме қойған екен, ссылка ютубқа өтіп кетеді. Осы жерде көре аласыздар деп қойған екен. Уақытты қалай үнемдейтін видео ашылады мына жерде. Бизнестің типтері сауда-саттық бизнес дегеніміз ол саудамен айналысады. Оған мысал келтіретін болсақ, мысалы біздің бір 500 мыңдай теңгеміз болса, оған бір бутик және овощ деген алма-саттар жинаймыз, және оны только 500 теңгеге көтереміз. Себебі қалған магазиндар оны ешкімде түсінбесін 100-200 теңгеге көтеріп береді, ал бізде одан сәл біраз 10 есе арзан болады. Ал бірақ ол 500 теңге бағана айтып өткендей өте шығын болады, бізде солай көмектеседі. Және көп мөлшерде бизнес дегеніміз ол қомақты қаржы үлкен бизнеспен айналысқан адам. Бұны қалай түсінеміз? Мысалы бізде банктеріміз, Альфа-банк деген сияқты банктеріміз бар. Соған қарайтын болсақ, мысалы банкте өте кредит деген нәрселерден олардан ақша түседі.
және бізде екіншілік бизнес деген ол өзінің алты жеңісін алу және сату деген мағынаны білдіреді. Екіншілік дегеніміз ол өз мысалы айтып кеткендей өзіміз мысалы картошка оны егеміз, баптаймыз суда, оны өсіреміз, сосын барып аламыз, жуамыз, сосын барып базарға шығарамыз. Ол біздің өте көп шығын білдіремін, бірақ оны біз өте жемісін аламыз. Және ақшалай бизнес дегеніміз не? Ол емес оны және құнды қағаздармен жұмыс жасау деген мағынаны білдіреді. Банк жылда істейтін адам ақшалай. Криптовалюта, коин деген сияқты. Және Қазақстан бизнесіне кететін болса, Қазақстан бизнес кәсіпкерлік екінші жылғы ағалық ұлттық жобасы. Осы Қазақстан елімізде де өзіміздің бизнесті қалай бастау және бизнесті аяқтау, бизнесті орташа дәрежесі, бизнес қанша тетке бөледі деген өте көп факторымыз бар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Мұраттай, сіздер бір бизнесмен шығады деген ойдамын. Келесі бізде Рамазанды шақырамыз. Рамазан бізге қандай тақырып айтады? Салам, мен білмаған берген тақырып бокс тақырыбы. Бұл бізде бокс деген бокста ол әйгілі спорттардың бірі. Мықты боксашы үшін көп дайындалу керек, және бокс бізде екі кәсіпқой бокс және әуесқой бокс. Кәсіпқой бокста бізде 12-15 раундқа шейін болады, ал әуесқойда 3 раундқа шейін болады. Бұл бізде Мұхаммед Али боксшы, бұл аңыз боксшысы. Бокс арнайы жұмсақ болатын белгілі бір ерекше бойынша жекпе-жек күш салыстырылатын спорт түрі. Ал бұл бізде Бекзат Саттарханов, бұл Семейде өткен Олимпиаданың бас жүлдегері, Қазақстанға ең бірінші алтын әкелген адамдардың бірі. Ал бұл Геннадий Головкин, Геннадий Головкин өзге елдерге танымал боксшылардың бірі. Бұл біздің мақтанышымыз. Салатына жүрген қолдар көріп, осы тақырыптарды алып отырмыз. Рахмет. Келесі бізге Галужан. Сәлеметсіздер ме оқушылар, мұғалімдер, маған бүгін берген тақырып ол спорт туралы, яғни спорттың ішінде футбол. Бірінші біз футбол туралы өтеміз және оның тарихы маған ұнайтын клуб, ұнайтын футболшы. Ойында бірінші бұл ең қызықты, күшті, қиында оңай емес, әйгілі ойынның бір түрі. Футболды қалай түсінеміз? Футбол, яғни футбол аяқ деген сөзі білдірсе, ал бал сөзі доп деген сөзі білдіреді. Спорт командалық ойынның бір түрі. Футболдың басқа ережелері қолдан басқа дене мүшелермен ойнауға болады. Және де сіз допты қарсылас команданың қақпасына салуыңыз керек. Яғни маған ұнайтын клуб бұл Реал Мадрид. Реал Мадрид маған не үшін ұнайды? Өйткені оның тарихы, оның стадионы, оның ойыншылары, оның үздіктері маған ұнайды. Және де маған ұнайтын футболшы Криштиану Роналду. Роналду жалпы маған не үшін ұнайды? Өйткені оның әлемде қойып тастаған рекордтары бар. Біріншісі ол Лига чемпионатты 5 рет жеңіп алу. Лига чемпионаты деген бұл әлемде жылына 1 рет қойылатын чемпион болған клубтардың арасында өткізілетін турнир. Бұл турнирді Роналду 5 рет жеңіп алған. Тіпті бұның артында Лионель Мессидің өзі қалып қойған. Ол да 4 лига чемпионаты болса, Роналду 5 лига чемпионаты. Екінші рекорды бұл ең көп гол, яғни 850-ден астам гол салып тастаған. Бұл кезекте Роналду бірінші орында. Қазақстанда да маған ұнайтын футболшы бар, бұл Асан Тағыберген. Өткен ғана Дания Еуро 2024-те іріктеу кезеңінде бізді құтқарған ойыншы. Бұл өзінің алыстан пушка аударымен салған. Бұл танымал қазақ ойыншысы. Оның удары мықты және де дриблинг және соққысы мықты. Қазақстаннан да бұндай ойыншылар шыққан. Қазіргі таңда рейтинг келетін болсақ, Бразилия бірінші орында болса, біздің Қазақстан әлем бойынша 112-ші орында тұрды. Бұл футболшы біздің рейтингімізді көтеруге себепші болған ойыншы. Өйткені бұл Қазақстан мен Дания матч болмай жатып, Қазақстан әлем рейтингі бойынша футболдан 115-ші орында тұрған, ал бір матчтан кейін біз 112-ші орынға жылжып шықтық. Қазақстан футзалдан да мықты, өткенде әлем бойынша біз 6-ші орында тұрмыз. Бұл мақтанатын нәрсе. Футбол
футбол жалпы кез келген балалардың жүрегінен шығатын әйгілі бір спорт түрі, яғни кез келген бала футболды жақсы көреді. Бұл жерде отқан балалардың бәрі футболды мықты ойнайды. Және де өткенде ғана жарыс болған болатын. Сол кезде біз 10 команданың ішінен 4-ші орынды алған болатынбыз. Және де футболда ең бастысы бізде дрибблинг, және де соққы, пастасу ойнау, және де бапкерлердің дұрыс жасауы. Яғни дрибблинг дегеніміз бұл допты алып көптеген адамды алдау. Яғни мысалы мен төрт адамды алып өтсе, бұл дрибблингке жатады. Ал ассист дегеніміз бұл дәл пас беру, яғни голға себепші болатын пасты айтамыз. Маза барыңыз. Өзімнің сүйікті спорт түрі және де қатысушылар, бүгінгі мен алып отырған тақырып ол Pinterest қолданбасы, және мен бұл тақырыптың ішінде тағы Pixelbox және де Mentimeter сайттарын ұсынып кетемін. Жалпы Pinterest ол бізде анықтамасын түзіп беретін қолданба емес, оның ішіне не кіреді? Ол кірмей тұрып біз оны қалай жүктейміз соған тоқталып өтейік. Pinterest ол барлық қазіргі қолданылатын гаджеттерді жүктелетін тегін программа десек болады. Оны біз телефоннан да, ноутбук, компьютерден жүктей аламыз. Және де ол 100% тегін қолданба болып саналады. Және енді сіздер ойлаңыз, Pinterest ол телефонда памяталатын программа, бірақ ол олай емес. Сіз одан көптеген идея, фондары ала аласыз. Фонды қолдана аламыз, бірақ оған қойнағанымыз оның сапасына, өрнегіне мән аударымыз. Ондай фондарды біз кез келген фонда, яғни әдемісін Pinterest қолданбасынан таба аламыз. Және бізде фондардың ұқсап қалмайды, оның ішінде көптеген нәрселер бар. Мысалға, ашық сабақ өттік дейік, бірақ не қосатыныңызды білмейсіз, қандай ой өткізесіз білмейсіз, қандай тапсырма бересіз білмейсіз. Және осындай кезде бізде Pinterest көмекке келеді. Сіз одан поиск яғни жүргізсіз. Осы көптеген идеяларды, суреттерді, қандай тапсырма бересіз ойластыра аласыз. Яғни бұл оқушы үшін де, мұғалім үшін де өте керек программа болып табылады. Мысалға, мен өзім осы шақыртуды арнайы істеп отырғаным. Мысалы, қарап кетейік, фон ең біріншісі сөзден бұның фон түседі көзіңізге қарасаңыз. Яғни осы фонның әдемілігіне қарайсыз, барғыңыз келіп тұрады, тартып тұрады сізді осы жобаға. Және біз осындай фондарды Pinterest-ін түсініп отырған Pinterest-ын таба аласыздар. Және бізде екінші шрифт, қазақша шрифттер, бар, компьютерде бар, телефонда бірақ бұларда қазақша шрифттерді қолданыңыздар. Яғни осы жағдайға барасыз, көмекке Pixelbox сайты көмекке келеді. Біз оны Pinterest компьютерде де телефонда да жүктей аламыз. Бізде көптеген шрифттер қазақша қаріптерді қамтымайтын болса, дәл осы Pixelbox сайты қазақша қаріптерді толық шрифттерді бере алады. Және енді Pinterest айтатын Mentimeter. Mentimeter ол бізде ең алдымен кері байланыс жасауға арналған қолданба. Яғни мына жерде басқаша кері байланыс алуға болады, бірақ ол не үшін? Әр оқушыға жеке бар, қағаз, қалам, таратып беру керек. Ал Mentimeter қалай? Қазіргі кезде екінің бірінің қолында телефон бар. Сіздер сілтеме немесе QR код арқылы осыған кіріп, дереу өз ойыңызды немесе түсінбегеніңізді жазып бере аласыз. Және Mentimeterді сіз соны қасыққаныңыз өзіңіз жасай аласыз да, мысалы жоба өттік, бірақ кімге түсінбей білу үшін сіз бәріне тоқталып өтпейсіз, жай ғана Mentimeterді аласыз, көптеген диаграмма түрінде, немесе комментарий түрлерінде аласыз. Және біз оны сұрақты қоямыз, және оған керек суреттерді, жауаптарын белгілейміз, және біз оны дәл соның ішінде ылғи да өзгертіп тұра аламыз, диаграмма түрінде, немесе гистограмма, графика секілді. Менің сөзім аяқталды. Бұл жерде Mentimeterдің жүктемесі оқушылардың чатына жіберілген, кейін нәтижесін кейін жіберетін боламыз. Қазір уақыт бостығына. Енді бізде барлық оқушылар айтылды. Сіздердің сұрақтарға берейік. Шынында да